Metà tranco, também está aqui, está tranco. От Датчланд. Так, всем добрый вечер. Добрый день. Сегодня у нас 9 июля. Мы сегодня сейчас собираемся ехать в Германию. Точнее, город Бремен. Это очень близко к морю и Нидерланды. Вот сзади меня Хурлан. Это наш кетк. И сейчас собираемся ехать еще второму. Вот наша машина. Взяли вчера. Так, Шкода Rapid 2007 года, темно-синего цвета. Вон там стоит наш. Время по чешскому времени или по европейскому 9 утра. Так, сағат 9:30 кетті, адамдар келді. Ау? Да, аға багаж жаппапсыздар. Я, багаж жабылмаған. Екінші кісі келді қазір. 9:30 болды, құдай қаласа жолға шығып жатырмыз. Чехияда осы видеороликтерді осы көрсететін алмасында реставрация болып отыр. Катушкалар ана жерде астына не үшін катушка орап жатыр оларға? Кішкентай қалалар, үйлер, ауылдың өздері әдемі. Анан байтандар артта келе жатыр. Газ өтеді, жерге жабысып келе жатыр. Номерін қарсаңыздар. Бір ғой номері. Жетіп алайықшы саған. МК ғой еще. Қаза спорт мотор. Не. Шықпас.
На улице сейчас очень. Ну, людей много здесь. Да, мы уже почти на границе. Брезин. На улице идет сильная дождь. Так. Вон там наша машина. Кетчитер. Так, заправились на 10 литров. Так, полный бак у нас теперь. Так, насколько нам обошлось? Да, вот 370 крон. Цена за литр 36,90. А мы налили 10 литров. Да. Вот 9.07.2019. 10.42. Вон там две нашего клиента нас ждет. Бұл жақта да бір жауын жауып кетті. Тіке ғой, а? Алло. Да. Да, слушаю. Да, слушаю. Скиньте. Это 4. Через 40. Вас на этом номер WhatsApp. Чинза. За 2008. Собачка моя. Собачка моя. Да, точно. Все, прям хорошо. Сізде роуминг ба? А? Роуминг ба? Роуминг қосылған ба? Қазақстаннан звондап. Бірақ Онда оның единицасын ішеді ғой, білесіз ба? а? Оның единицасын ішеді ғой деймін. Онда баллон шығып онда. Жоқ, оның Ананың ба? кім роумингке звондап жатыр, соныкі жейді ғой. Что-то скрытый номерде определенно еткен жоқ қой. Если звонок келіп қайтады, бағана уже звондағансың. Сейчас будет уже. Границада ма? На жер? А? Нет, где-то 790 метров. Алдымыз граница екен. Граница Сен түсір ғой сондай не деген. Жай жүремін. Или Европа, Қазақстан, секундет шығар негізі. Бүкіл Европа бір Қазақстан ғой. Картадан қарасаң. Вот, проезжаем. Граница. Да, уже все. Міне Дедшланд. Все, мы в Германии.
Где-то километр пробка осылай жолда. Жай келе жатырмыз, где-то бір 10 минут болды келе жатқанымыз осындай пробкада. Немецкий автопром. Но, по-моему, вообще Швейцарияны жүргенше. Швейцария. Красный плюс тұр ғой. О, ДХЛ. Бізде ДЧЛ дейді осының ше. Ал бұяқта ДХЛ дейді. KFC-де КФС дейді. Әріптермен айтады да. Произношение басқа дейсің. Иә. Біздің ауылда KFC бар ма екен? Білмедім, болу керек бүкіл жерде KFC деген. Той болған. Кеше анау Польшадан келген жігіттер айтады. Польшада. Жұмыссыз қайтқан ғой вообще. Жұмыс деген ақшадан солар тауып. Арзан. Акарачка арзан. Иә, Чехияда да акарачка арзан. Жоқ, Чехияда осы Чехиядан да бар. 150 теңге шығады ғой. Польшада ма? Иә, Польша. Масқара арзан. 150 теңге деген. Чехияда онда. Бір злот. Все, осында. Там барсаң, өшітеп жанады екен. Давай, чувак. Такой можно ловить. Так, остановились по дороге в Германию. Время у нас 12:10. Что тут мы увидели, да? Знакомый всем логотип Эйсман Грув Автоматик. Но люди, которые приезжают в двухгодовой визе, работают в этом Эйсман Автоматик. У них есть заводы в Германии, Словакии, в Чехии. Вот. Да. Дорога отличная, местами идет дождь, машин много. Поверните направо на съезд. Учет навигатор. Ну и едем по навигатору. Сен Wi-Fi-ның қосып болып. Үлкен К, кішкентай К. Кішкентай. Үлкен К и кейін кішкентай К. КК, да? Может, ну то... Получается, жаңа қала неге жақын ғой, получается, океанға. Океанға жақын ғой сонда. Я. Временно. Жолды көрші. Прямо? Все. Плавный дегендер болса, үлкен жылдамдықта кетіп бара жатыр.
колледж оқыған сол бірақ ағайдың сабағы үйрететін. Тек соны сабағы қызық оқиды. Потому что маған колледжде мен оқығанда ылғи орыстар, немістер олай бір жақсы мен одан кейін көбісін колледж емес осы неде практикада көрдім. Колледж только теория ғой. Жұмыс сол кезде Ақтаев айтатын еді ғой, осындай деп, натуре осындай екен ғой деп ше. Советский колледж имени Шәкәрім Құдайберді. Шәкәрім Құдайберді 19-да орналасқан. Вот соған турникет істедік, екінші күн. Ол досым, ол недавно кетті осы Чехиядан 2 апта алып. Чехиядан? Алдын Қазақстан сол бірге істегенбіз ғой екеуміз. Анау жолдас балам, который группаласым, ол өзінің фирмасын ашып алды. Ана жерде фирмада че нәрсе үйрендік та ол ше. Ол так өзі басы светлый голова, мықты инженер. Маған да инженерия сол үйретті ғой. Енді масқара андай нәрселер істеген ше, заттар. Қолдан құрап неше түрлі нәрселер істеген. Сол үйретті. Одан кейін тендерді вообще бастықтан үйренді. Оған да мен үйреттім. Қалай сөйлесу керек сөйттім. Горилла аласың, далаға қойдым, қардың астына мұздай болсын. Сол кезде асқазанға онша зиян тигізбейді да, мұздай болса ше. Оңай кетеді. Әш алдына турникет орнаттым, андай ше, турник картаны тигізеді. Одан кейін 4 перила и 2 калитка орнаттым. Калитка деген білесің оны, бір жаққа ашылады, бір жаққа ашылады. Біреу сыртқа, біреу ішке өтіреді. Ал мен екеуін де сыртқа қылдым, потому что шатын кезде поток көп болады бірдесе. Мырза болып мен таңғы сағат 5-те біттім жұмысымда. Инструмент бәрін жинап, ана жерін тазалап, новый болып тұрып, ана жерін жылтырлап, темірлерді жалып үстінге ташып. Бітірген кезде полный істеп. Удовольствие аласың. Аға, анау оргазм ол удовольствие емес, оргазм кәдімгідей. Мен білмеймін өзімше неге екен, но мен ондай нәрседен жестко кайф аламын. Прям кайф аламын. Вот жұмысым біткенде ше. Потому что там басқа қаладан келіп, сол түнде хераш етіп, қолмен тесіп, перфоратормен ол нақтыде анкерін сынып кетеді, или дұрыс тесілмей қалатын үшін ол да гранитті ойбамау керек та. Тырс деп трещина берсе кетті, целый кафель. Тесіп, мен тоңып қалғым қатты суықта тұрып. Так, 13:31, да? 1331. Так, куда мы остановились? 2 золотые арки. Это у нас Макдональдс в Германии. Ананың ішінде ноутбук бар ғой. Так, тут заряжает электромобиль. Вот Deutschland. Все немецкие номера. Да, погода просто отличная. Очень ветрено и холодно. Макдональдс. Я чеки шара, да? 4:0. Новый Audi лого, Audi код. Был Audi. Нет дружбы, лишь зависть, все наружу и кладезь. Я пикник, знаменит, те, кто тут остались. Я в поисках нового звука, мой гений должен быть. Что не день, то прошлый ген мой, кажется просто сушили этими куплетами дали. Got that kickback when they kick back. You can't get your shit back. In fact, it's that bitch
Так, 16. Заправились уже на 17 евро, да, еще. Ага. 3x акимын көріп бердім, 3x көріп бердім. I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing. Why still care? And after all these years I've wasted, I could win more. You said I'm crazy. Am I so? Так, пацаны, сегодня у нас 16:42, 10 июля, да? Это немецкий автопром. Для автомобильных, например, служебных машин, для полицейских. Нравится еще, пожалуйста. Вот. Все машины, вот, которые сзади, спереди, все ходят через обочину, вот, чуть-чуть поближе к обочине, а там на середине дорога забор. Всегда должна быть дорога. Так, стоим все еще в пробке. Дорога посередине все еще открыта также. Знак-то курсатор на жерде. Жомане, алдыңызда вообще яхтап бар жақ. В натуре лодкап кетіп бар жатыр алдыңызда. Қазір яхтаға да жетеміз. Либо Поршқа жетеміз қайда. Яхтаға жетеді десеңіз.
Яхтаны барабыз. Біреулер анда трейлермен кетіп бара жатыр. Біреулер қайғап кетіп бара жатыр. Демалуға. Қазақстанда көрмейсің бұны. Давай, сейчас остановимся там. Да, только сюда. Вот стена. Сейчас. Пропусти ее. Так, Бремен қаласына келдік. Сағат 6:05. Да, 6 часов вечера. Вот такая деревья большая. Тут река. Если не ошибаюсь, оно сливается с Атлантическим океаном. Тут люди на велике. Вот два нашего клиента. Все еще вместе мы.